Ассаламағалейкум, Елкезет ақпараттық танымдық порталының қадірменді көрермендері. Біз бүгінгі домбыра сабағымызда сіздерге Дина Нұрпейсованың Науаи деген күйін ұсынбақпыз. Бұл күй кәдімгі ойнақы, қолдардың әдемі қозғалысы менен, прием дейді ғой, сондай әдіс амалдар менен орындалады. Бұл күйді үйреніп алсаңыздар, ертең әрқандай сахнада, әрқандай ортада сіздердің домбырада күй тартқандағы бір керемет шеберліктеріңізді көрсететін сондай тамаша күйлердің бірі. Сондықтан да өздеріңіздің домбыра үйренуге деген ынталарыңызды ескере отырып, осы Дина апамыздың Науаи күйін сіздерге ұсынып отырмыз. Енді осы күйді сіздердің үйренулеріңізге қолайлы болу үшін жай темпте орындап берейін, ары қарай бөлімге бөліп, сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, міне сіздердің назарларыңызға Дина апамыздың Науаи күйін тартып бердім. Енді осы күйдің бөлімдерге бөліп, қалай қағылатын, қалай басатын туралы ерекшеліктерін айтып берейін. Басталған кезде күй мінекей екінші нүктеден кейінгі пернеден басталады. Сұқ саусақпен болса да болады, екінші саусақпен болса да болады. Негіз сұқ саусақпен дұрыс, себебі осы жердегі әуеннен кейін кететін әуендер сұқ саусаққа қолайлы келеді. Сұқ саусақтан кейінгі саусақтарға ізденіп тұрады, яғни мінекей. Деп басталған кезде 4 немесе 6 қағыс осылай қағып аламыз, мінекей, күйдің басталатын кезінде. Бұнай сұқ саусақпен қақса да болады, немесе мына ортаңғы саусақпенен қақса да болады. Мына жерде көрдіңіздер ме? Төмен қағыс, кілең төмен қағыс. Сосын
деп қағыс тоқтаған кезде мына ішекті тартып іліп аламыз. Көрдіңіздер ғой, міне. Бастап тартайын, не? Көрдіңіздер ме? Күй басталғаннан кейін осындай әдемі қолды ойнатып тартатын, саусақтарды ойнатып тартатын, приемға салып тартатын әдемі жерлері бар. Енді осы жерлерде мінекей басталған кезде күй басталып, мына 4-ші нүктеден кейінгі 4-ші нүктенің алдындағы пернеден басталатын әуен шарықтап барып, осы қолды ойнатып тартатын буынға, яғни әуенге көшеді. Сіздер қарап отырыңыздар, міне. Осы жерде былай қолдың икеміне қарай әр орындаушы өзінің әдемі көрсетіп қолды. Мына қолменен ішекті қағып отырған адам сияқты, ішекті ойнатып тартып отырған адам сияқты прием жасауымыз керек. Ал негізгі дыбысты мына қол, мына саусақ алып отырады. Көрдіңіздер ме, міне? Көрдіңіздер? Көрдіңіздер ме? Мына іліп тартып, мына саусақ алып отырады. Ал мына қол соған қосымша тыңдармандарды, көрермендерді осыған назарын аудартып отыратын сондай ерекшелігі бар. Міне, қайталап жіберейін. Құрметті үйренушілер, қарап отырыңыздар. Десе де болады. Міне, осы жерде де прием дейтін әуен ғой негізі, міне. Деп тартатын жері, бірақ мына оң қолды жаңағындай ойнатып тартқан кезде былай болады. Бас бармақпен қағып отыру керек, міне. Төрт саусақпен қағып жеріп, мына жағын бас бармақпен. Көрдіңіздер ме, міне? Мына жерде деген дыбысты алып отырамыз, бірақ мына жақта қолды ойнатып отыруымыз керек. Құрметті үйренушілер, байқап отырсыздар ма? Міне, қайталап жіберейін сіздердің назарларыңызға. Міне. Қағып жеп, мына жақты бас бармақпен алып отырмын. Көрдіңіздер ме, міне? Дегеннен кейін осы жерде деп алма кезек қағыспен бір аламыз, сосын екінші рет қайталағанда мына триол дейді. Мынандай қағыс бар, міне. Міне, бұл тез дегенде мынандай болады. Осы қағыспен аламыз екінші қайталағанда. Қарап отырсыздар ма, мінекей? Деген сияқты осы жерде де қолды мүмкіндігінше ебіне қарай ойнатып отыру керек, міне. Мінекей, күй басталғаннан, қарап отырсаңыздар, күй басталғаннан бір үлкен әуен осы жерден аяқтайды. Көріп отырсыздар ғой. Енді бірінші сағаға түсеміз. Бұл күйді осы басында тартылатын үлкен әуен бар, үлкен сөйлем бар, үлкен жаңағы бөлім. Бірінші саға бар. Екіншісі бірінші саға бар. Сосын қайтып айланып, екінші саға және бар. Сонда екі рет сағаға түсеміз. Сонда бас буын күй басталып,
орта буыннан шарықтап барып тұрақтайды басталған жеріне. Сосын бірінші саға тартылады, сосын екінші саға тартылады. Енді біз бірінші сағаға түсеміз. Қарап отырыңыздар. Мына күй түскен кезде қараңыздар. Деп аяқтадық қой. Осы жерде сағаға түсеміз енді. Қарап отырыңыздар. Сағаның басталуы ең соңғы нүктенің алдындағы пернеден басталады, құрметті үйренушілер. Қарап отырыңыздар, міне. Қағысын көріп отырсыздар. Деген қағыс көріп отырсыздар ма? Міне, дага-дага-дакка, дага-дага-дакка деген осы қағыс. Осы жерде де қолды ойнату әдісі қолданылады. Міне. Деген дыбысты іліп тартып отыру керек та, мына соңғы төртінші саусақпен көрдіңіздер ме, міне. Деген кезде мына қолменен тартып қағып отырған сияқты сезіледі, бірақ олай емес. Мына қолдағы саусақпен тартып, дыбысты іліп шығарып отырамыз, мінекей. Бағанағы бастапқы әуенге көшеміз, міне. Енді екінші сағаға түсеміз қайтадан, міне. Екінші сағаға түскенде де сол бағанаға айтқан соңғы нүктенің алдындағы пернеден түсеміз. Бірақ екінші сағада жаңағы іліп тартатын прием, қолды ойнатып тартатын жері мына жақтан басталады. Назар салып отырыңыздар. Көрдіңіздер ме? Біз бағана бірінші сағада мына жерден алғанбыз, қолды ойнататын жер. Бұған шыққанбыз. Енді екінші сағада мына жерде қайталап жіберейін, құрметті үйренушілер. Деп, бағанағы күй басталған кездегі қолды ойнатып тартатын басқы буындағы әуенге көшеміз. Көрдіңіздер ме? Сонда Науаи күйі Дина апамыздың басталып тартылғаннан аяқталғанға дейін осы мына оң қолдың прием дейді. Мына оң қолдың прием дейді, ойнатып тартатын әдістерін өте жақсы, әдемі пайдаланған сондай бір тамаша күй. Сондықтан өздеріңізге көріп отырсыздар, мына оң қолды қағып отырған адам, домбыраны, ішекті домбыраның мойнын тартып отырған адам сияқты қолды ойнатқанменен негізгі әуендер мына сол қолда алынып отырады екен, көрдіңіздер. Біраз нәрсе үйрендіңіздер деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, бұл сабағымызда сіздерге Дина Нұрпейісова апамыздың Науаи күйін ұсындық. Әрбір қазақтың шаңырағында қасиетті күй өнері шалқып тұрсын ағайын.